Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз рационал көрсеткішті дәреже. Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. Оқу мақсаты алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану. Сабақтың мақсаты рационал көрсеткішті дәреженің анықтамасын және қасиеттерін біледі. Рационал көрсеткішті дәреженің оң сандар үшін анықталғандығын түсінеді. Егер а кіші 0 болса, n тиісті натурал, m тиісті бүтін сан болса, а m бөлінген n дәрежесі табылады. Бағалау критерийлері: оқушылар оқу мақсатына жетеді. n-ші дәрежелі түбірмен берілген алгебралық өрнектерді рационал көрсеткішті дәрежесімен жазады. Және керісінше алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолданады. Осы бағалау парақшасында тапсырмалары берілген. Осы тапсырма арқылы дескрипторлар құрылған. Бірінші тапсырмада өткен сабақты жандандыру, яғни сұрақ, жауаптар болады. Екінші тапсырмада жаңа тақырып бойынша есептер шығарамыз. Берілген алгебралық өрнектер рационал көрсеткіштік дәрежемен жазамыз. Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолданамыз. Өрнектің мәнін табамыз. Үшінші тапсырма өз бетінше есептер шығарамыз. Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолданамыз. Рационал көрсеткішті дәрежемен берілген алгебралық өрнектерді n-ші дәрежелі түбірмен жазамыз. Өрнектің мәнін табамыз. Осы тапсырма арқылы өздерімізді бағалаймыз. Бағалау шкаласы бойынша біз пайыздық бағамен бағалаймыз. Яғни 65 пен 69 аралығы қанағаттандырарлық, 70 пен 89 аралығы жақсы, 90 мен 100 аралығы болса, өте жақсы деген бағаға ие боласыздар. Өткен сабақты еске түсіру, яғни жаңа айтып кеткендей, сұрақтар қойылады. Бірінші сұрақ: а санының n-ші дәрежелі арифметикалық түбірі дегеніміз не? Екінші: көбейтіндіден түбір шығару ережесін тұжырымдаңыз. Үшінші: бөлшектен түбір шығару ережесін тұжырымдаңыз. Төртінші: түбірдің дәреже көрсеткіші мен түбір таңбасының ішіндегі өрнектің дәреже көрсеткішін қысқарту ережесін жазыңыз. Бесінші: түбірді дәрежеге шығару ережесін тұжырымдаңыз. Алтыншы: түбірден түбір шығару ережесін жазыңыз. Келесі: рационал көрсеткішті дәреженің анықтамасы, яғни оң а санының m бөлінген n мұндағы m бөлінген n қысқартылмайтын бөлшек. Рационал көрсеткішті дәрежесі деп а-ның m-ші дәрежесінің санынан алынған n-ші дәрежелі түбірдің мәнін айтады. Демек, анықтама бойынша осы формулалар келіп шығады. Осы формулаларды дәптерге жазып алсаңыздар болады. Мысалы, 5-тің 2 бөлінген 3-ші дәрежесін шығаратын болсақ, түбір асты 3-шінің 3-ші дәреженің 5-тің 2-ші дәрежесі деп жазуға болады. Яғни, түбір асты 3-тің 25 деп жазсақ болады. Келесі екінші: 3,7-ның минус 0,7-ші дәрежесі, ол тең болады 3,7-ні мына жерде 0,7-ні бөлшекке айналдырсақ, 7 бөлінген 10 шығады. Тең болады 10-ші түбірдің 3 бөлінген 17-ның минус 7-ші дәрежесі деп жазуға болады. Осы сияқты есептерді шығара берсек болады. Келесі: рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттері. Негіздері бірдей. Рационал көрсеткішті дәрежелер ұшында көбейту, бөлу, дәрежеге шығару және түбір табу ережелерін орындауға болады. Яғни а m бөлінген n көбейту а пи бөлінген q тең. Негіздері бірдей бұл жерде. Дәрежелері егер көбейту болса, дәрежелері қосылады. Екінші:
негіздері бұл жерде де бірдей, ал дәрежелері бөлу болса, онда дәрежелері азайту болады. Үшінші, жақша ішінде А, М бөлінген N, жақшаның сыртында P бөлінген Q болса, онда бұл жерде А дәрежесі М, P бөлінген N, Q деп жазылады. Төртінші, А көбейту жақшаның ішінде B болса, оның М бөлінген N дәрежесі болса, яғни жеке жақшаны ашып, Аға М бөлінген N тиісті, көбейту B М бөлінген N дәрежесі болып жазылады. Бесінші формула, А бөлінген B, М бөлінген N болса, бұл жерде де жақшаны ашсақ, жеке дәрежелерін қойып жазамыз. Яғни А М бөлінген N дәрежесі B М бөлінген N дәрежесі болып жазылады. Мұндағы N, Q натурал сандар, M, P бүтін сандар деп жазуға болады. Келесі, рационал көрсеткіші дәреженің қасиеттеріне есептер шығарамыз. Мысалы, 5-тің 1 бөлінген 3-ші дәрежесі көбейтілген 5-тің 2 бөлінген 3-ші дәрежесін алатын болсақ, оның шешілу жолы жаңа формулаға қарағандай негіздері бірдей, ол 5-тің өзі жазылады, ал дәрежелері қосылады. Егер дәрежелеріне ортақ бөлім беретін болсақ, бұл жерде 3 бөлінген 3 ол 1 болады, сондықтан мына жерге 1 жазылмайды. Тең болады, 5-тің өзі жазылады. Екінші, 16-ның 3 бөлінген 4 дәрежесі көбейтілген 16 3 бөлінген 2-ші дәрежесін алатын болсақ, бұл жерде сондай негіздері бірдей, 16-ның өзі жазылады, ал дәрежелері қосылады. Бұл жерде қосып ортақ бөлім беретін болсақ, 9 бөлінген 4-ке тең. Ал оны түбір асты 4-шіге 16-ның 9-ші дәрежесі деп аламыз, яғни ол 2-ның 36-ші дәрежесі болады. Тең, оны түбірден шығаратын болсақ, 2-ның 9-ші дәрежесі 512-ге тең. Келесі топтық жұмыс, яғни осы есептерді өздеріңіз шығарасыздар. Осы есепте дискриптор құрылған. Берілген алгебралық өрнектерді рационал көрсеткіш дәрежемен жазамыз. Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткіштік дәреженің қасиеттерін қолданамыз. Өрнектің мәнін табамыз. Келесі жеке жұмыс, яғни өрнектің мәнін табыңдар, ықшамдаңдар, есептеңдер. Осы есептерден бірінші және үшінші есептерді шығарсаңыздар болады. Осы есептерге дискрипторлар құрылған, яғни алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолданады. Рационал көрсеткішті дәрежемен берілген алгебралық өрнектердің n-ші дәрежелі түбірмен жазады. Өрнектің мәнін табады. Келесі, яғни үй жұмысы, бұл жерде 5 тапсырма берілген. Өрнегінің мәні неге тең? Өрнегін ықшамдаңдар, өрнегінің мәнін табыңдар, тепе-теңдікті дәлелдеңдер, сандарын өсу ретімен орналастырыңдар. Енді осы сабақта біздер, яғни мен есіме сақтадым, мен білдім, мен үйрендім, әрі қарай мен білгім келеді деген сияқты өздеріңіз толтырасыздар. Яғни оны WhatsApp арқылы жіберсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.